Сәлем қыздар, мені YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге бүгін карамельный пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін бізге керек бір жұмыртқа, 100 грамм ерітілген сары май, 80 грамм қант, барлығын видеодағыдай араластырып аламыз. Және 250 грамм ұнға салып, барлығын араластырып, 1 чай қасық разрыхлитель салып, тестамызды дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындап аламыз. Начинкасына бізге керек 200 грамм вареная сгущенка, 150 грамм сметана және 2 штук жұмыртқа керек болады. Барлығын жақсылап араластырып, начинкасын дайындап аламыз. Болған тестамызды холодильниктен алып, формамызға орналастырамыз. Біркелкі қылып, және начинканы салып, 170 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Ас болсын.